Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Әсеткүл Сәлиева. Шығыс медицинасында 30 жылдық еңбегі бар маман дәрігермін және емшімін. Бүгінгі видеода токсикозды жеңілдету туралы айтатын боламын. Жүктілік кезде іштің кебуі. Токсикозды жеңілдету, іштің кебуі жайсыздық, қолайсыздық, жағымсыздық, жүкті келіншектерде көп кездеседі. Мұндай жайсыздықтан құтылудың жолдары туралы айтайын. Бұл кезеңде дәрігер қатаң түрде дәрі ішуге болмайтынын айтады. Жүкті әйелдерде токсикоз, жүрек айну, жағымсыз иіс тынышыңызды алып, жүрген кезде ішіңіз кеуіп, тіптен мазаңызды алады. Осындай ауырған жағдайда халықтың емін пайдалансаңыз болады. Таңертең аш қарынға картоп шырын шығарып, ішіңізде жарты сағат тынығып жатыңыз. Емді 10 күн үзбей пайдалансаңыз, ішек жолдары мен асқазанның жұмысы орнына келіп дұрысталады. Зімбір, имбір. Тамақтан соң жарты шай қасық ауызға салып сорыңыз. Имбірді ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Улы бактерияларды жояды. Әрі тыныс алғанда шығатын жаман иісті болдырмайды. Және укроп қайнатпасы. Күніне 3-4 ас қасықтай майдалап турап термосқа саласыз. Үстіне қайнаған 1 литр суды құйып тұндырып қойыңыз. Салқындаған кезде тұнбаны сүзіп алып, жарты стакан қабылдаңыз. Емді тамақтану алдында қолданыңыз. Күніне 3 рет. Түймедақ, яғни ромашка. 1 ас қасықты 200 мл суға салып, тұндырып қойыңыз. 3-4 сағаттан соң сүзіп алып, 3 ас қасықпен күніне 4 рет ішіңіз. Тамақтан 15-20 минут бұрын ішу керек. 100 грамм грек жаңғағын, 1 дана лимонды, қабығы мен блендерден не ет тартқыштан өткізіңіз. Бұған бал араластырыңыз. Өзіңізге ұнататындай, өте тәтті болмайтындай етіп, дайын болған қоспаны таңертең және кешке 1 шай қасықпен қабылдаңыз. Тамақтан жарты сағат бұрын қабылдауды ұмытпаңыз. Кефир іштің кебуін емдеуге таптырмайтын ем дәрі. Күнде жатар алдында 1 стакан кефир ішуді әдетке айналдырыңыз, әсіресе жүктілік кезінде. Сонда іш кебу, асқазан ауру, ас қорыту жүйесінің жұмысы бұзылу, асқазан қыжылы сияқты жайсыздықтан арыласыз. Көп келіншектер токсикоз кезінде қиналып, көп сұрақ сұрайды. Ем жолы бар ма деп. Сол болашақ нәрестеміз. Дені сау болып туылып, анасының денсаулығы дұрыс болғанын жөн көріп, жүкті келіншектерге көмегім тисін деп, осы емдеу жолдарын арнайы жазып отырмын сіздерге арнап. Дені сау ана болса, дені сау бала өмірге келеді. Аяқтарыңыз жүктілік кезінде жеңіл болсын дегім келеді. Және жеңіл босанып алыңыздар дегім келеді. Қазіргі таңда мен сіздерге осы ауруларды емдеуге көмектесе аламын. Менен көмек алу үшін осы видеоның астындағы нөмірлерге хабарласуға немесе сілтемеге өтіп, маған WhatsApp-қа хабарлассаңыз болады.